Барлықтарыңызға сәлем. Бұл біздің MetaTrader туралы сабағымыздың екінші бөлігі. Осы сабақта біз демо-счет құру, ордерларды ашу және ордерлардың түрлері туралы айтып береміз. Демо-счет ашудан бастайық. Жоғарғы сол жақта сізде панельдер символ орналасқан. Олардың төменгі жағында навигационная панель орналасқан. Сол жерден счета деген вкладканы таңдап, мышканың оң жақ кнопкасын басып, открыть новый счет дегенді басыңыз. Сізде модальдік кнопка пайда болады. Сол жерден MetaQuotes брокерді таңдаймыз. Келесі открыть демо-счет дегенді таңдаймыз. Енді осы жерге өзіміз туралы информацияны енгіземіз. Бірақ бұл демо-счет болғаннан кейін бұл қатты маңызды емес. Депозит деген жерден сіз счет размерін таңдаймыз. Мысалы $5000. Галочканы белгілейміз. Далені басқаннан кейін сізде логин пароль шығады. Сол арқылы сіз мобильный приложенияға немесе өзіңіздің счетыңызға кіре аласыз. Енді сіздің демо-счетыңыз дайын. Айтуға ұмытып кеткен бір моментім, ол егер сіздің счетыңыз уже бар болса, соған қалай қосуға болады. Открыть счет дегенді басасыз, сосын барып осы жерде өзіңіздің брокеріңізді таңдайсыз. Егер брокеріңізді болмаса, адресный строкаға брокердің атын жазып, найти компанию деген кнопканы басасыз. Енді далее подключиться существующим торговым счетом дегенді басасыз. Осы жерде сіздің өзіңіздің логиніңізді, пароліңізді енгізесіз, немесе ол профирманікі, немесе өзіңіздікі. Келесі, ордерларды қалай ашу керек екенін және оның түрлерін көрейік. Ең басында керекті валюта парасын таңдап, новый ордер дегенді басыңыз. Алдыңызда модальдік кнопка пайда болады. Осы жерде тип дегенге бассаңыз, ордердің екі түрін көресіз. Олар немедленное исполнение және отложенный ордер. Немедленное исполнение дегеніміз ол сіздің ордерларыңызды қазіргі бағамен ашу. Отложенное исполнение ол сіздің ордеріңізді определенный бағамен ашу. Немедленный ордерда сіз объем, стоп-лосс, take profit таңдап, buy немесе sell кнопкаларын басып, ордерді орындайсыз. Отложенный ордер соған ұқсайды, бірақ бұл жерде дополнительный параметрлер бар. Олар тип, истечение и цена. Цена сіздің лимитный ордердің орындалу бағасы. Истечение ол сіздің ордеріңіздің рынокта тұру уақыты. Тип бұл жерде лимитный ордердің 6 түрі бар, бірақ бізге керегі 4. Басынан бастап көрсетейік. Buy limit ол определенный баға бойынша сатып алу ордері. Бірақ егер активтің бағасы сіз қойған бағадан жоғары орналасса ғана ордерді рынокқа қоюға болады. Оны бұлай түсінуге болады. Осы бағада немесе арзанырақ сатып алу приказы. Сонда баға жоғарыдан келіп, сіздің ордеріңізді активировать етеді. Sell limit ол определенный баға бойынша сату ордері, бірақ активтің бағасы сіз қойған бағадан төмені болу керек. Оны бұлай түсінуге болады. Осы бағада немесе қымбаттырақ сату приказы. Сонда баға төменнен келіп, сіздің ордеріңізді активировать етеді. Buy stop и sell stop олар buy limit пен sell limitқа қарама-қарсы. Егер buy limitта сізде баға жоғарыдан келсе, buy stopта баға төменнен келеді. Sell limit тура осы логикамен жұмыс жасайды. Осымен біздің MetaTrader туралы сабағымыз бітеді. Қазіргі кезде көптеген профирмалар басқа платформаларға ауысып жатыр. Сол үшін келесі видео C-Trader платформасы бойынша болады. Бізбен болғаныңызға рахмет. UB Hunters командасы.